Қанға боялған бұл көйлек қызметтік борышын атқару кезінде қаза тапқан Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер органдарының қызметкері туралы сақталған естелік. 30 жыл бұрын 2 тамызда Петропавл қалалық ішкі істер басқармасы Добролюбский тірек пунктінің аға учаскелік инспекторы Алексей Щербаков кезекшілікке шығады. Алайда бұл оның өміріндегі соңғысы болды. Милиция майорының артында жұбайы мен 2 кішкентай қызы қалды. Қаралы хабар жеткен сол кез әлі күнге дейін олардың есінде. 3 апта бойы дәрігерлер Алексей Константиновичтің өмірі үшін арпалысады. Алайда офицерді ажал аузынан аман алып қала алмайды. Сағат 22-де жұмысшы кентіндегі Уражайная көшесі 20 үйінде бұрын бірнеше рет сотталған үй иесі өзінің жұбайы мен көршілерін ұрып, қауіпті ұстарамен жарақат келтіргені жайлы сигнал келіп түседі. Майор Щербаков орын алған жағдайды бейбіт жолмен шешу ниетімен үйге кіреді де жанжал қойды тыныштандырмақ болады. Әңгіме барысында ол жеңінен қауіпті ұстараны алып шығып, милиционерге тап береді. Қылмыскер оның бет тұсына, мойны мен қолына 7 жарақат салған. 42 жасар учаскелік инспектордың өмірін қиған бұл қайғылы оқиға жайлы облыстық полиция департаменті музейіндегі жәдігерлер еске салады. Қауіпті ұстара, Щербаковтың қанға боялған көйлегі, жұмысшы планшеті, нысанды киімі музей қабырғасынан орын алған. Ішкі істер министрлігі органдарында мінсіз қызмет үшін наградаларымен қатар төсбелгі Совет одағының үкіметтік наградасы, жеке ерлігі үшін ордені де бар. Алақайың ауданының Смирново кентіндегі Алексей Щербаков білім алған мектеп ғимаратында мемориалдық ескерткіш тақта орнатылған. Қаза тапқан қызметкердің құрметіне көше атауы берілді. Жақсы адам дүниеден өткенімен батылы және рухы мықты жандардың есімі мәңгі сақталмақ. Қаншама жылдар өтсе де милиция майоры Щербаков Алексей Константинович әрдайым адалдық пен таңдаған мамандыққа деген сүйіспеншілдіктің, жаны жайсаң әрі адамгершілігі зор тұлға. Солтүстік қазақстандық полицейлердің жас буыны үшін ерлік пен батылдықтың жарқын үлгісі болып қалмақ. Қоғамдық тәртіпті сақтау үшін қызметке түскен кездерде қылмыспен күресуде алдыңғы шепте бола тұра, учаскелік полиция инспекторлары өз бастарын тәуекелге тігеді. Бірақ олар көп нәрсе жайлы сыр ақтара бермейді. Жақындарына, достарына және әріптестеріне олар алаңдамас үшін ойын бүгіп қалады. Жеке өміріне қауіп төнсе де, қорғап қалуды өздерінің қызметтік міндеті санайды. Мысалға, биылғы жылдың наурыз айында Петропавл қаласында учаскелік инспектордың мас күйдегі жанжал қойларды тыныштандыру кезінде олардың бірі полиция капитаны Жанат Мұхамеджановқа кеңсе пышағымен жарақат келтірген. Тек осы жылдың басында Солтүстік Қазақстан облысында қызметтік борышын атқару кезіндегі учаскелік полиция инспекторларына шабуыл жасаудың 7 фактісі тіркелді. Оның 7-еуі билік өкілдеріне бағынбаумен байланысты орын алған оқиға.